Питердің туған күні. Және қолға ұстайтын ойыншық, радио қабылдағыш, батырдың қылышы, жарысатын үлкен көлік, суда ататын бесатар және велосипедтер, қызыл айналатын конькилер, түнді тамашалайтын дүрбілер. Майкл, ақырын сөйле. Апам естіп қояды. Оны мұнда кіргізе алмаймыз. Питерді кеп қалар. Я, жолымыз болды, Уэнди. Ол жаңа жылға емес, туған күніне қуанып жүр. Ертең туған күнім, ертең менің туған күнім. Біреу туған күн жайлы айтты ма? Туған күнім. Бұл жағымсыз жаңалық, Майкл. Туған күн мереке емес, ол туралы маған айтпай-ақ қойыңдар. Питер, сен не деп тұрсың? Қойшы, туған күн тамаша мереке. Сыйлықтар, тәттілер, және... Жаман мереке деп айттым ғой. Сағымдар елінде оған тыйым салынған. Бәлкім онда барғың келмес, Уэнди. Оның еш қиындығы жоқ. Қане, Уэнди? Сонымен... Кетті! Қане кетті! Туған күнді ұнатпаған нес, Уэнди? Питерді айтам. Уайымдама, Майкл. Көресің, оған керемет кеш жасап береміз. Ойын өзгертетініне сенімдімін. Охо! Көзташым жылған жасадымдар елі жетіп қалды! Мені күтіңдер! Бізге қосылыңдар! Келіңдер! Питер! Сәлем! Ал, жоспарың қандай? Аха, айтсаңшы, Уэнди. Питер естіп қоймасын. Питерге арнап ерекше тосынсый жасаймыз. Ол үшін алдымен оны мына жерден кетіру керек. Оны бұл жерден алысқа бір нәрсеге жұмсасақ қайтеді. Бізге көмек керек. Өте ақылды жан керек. Көздің жауын алатын таңғурай. Уысы піскен қып-қызыл. Дәмі тілі үйрер. Тоқтай тұр. Көп ұзамай сенен ақырын ғана ұрлап аламын. Біраз жылдан бері бір кемеде шайқатылып кеме желкеніп тартып жүргендіктен қарақшыларда маймылдар секілді пайда қорға айналады. Жоқ, қабыландар немесе нинзялар. Нинзя қабыландар секілді. Ей, ол қайда кетті? Анаған қара. Ерекше иіс сезгіш. Лили секілді. Сәлем, Лили. Сәлем, Уэнди. Білемін, ол әлгі тамаша таңқурайды сөмкесіне тығып қойды. Бұл Питер Пен ғой. Джон, білесің бе? Кезінде мен теңіз құбыжығымен арпалысқанымда... Питер, дайынсың ба? Дайынмын, Лили, әрқашанда. Неге дайын болуым керек? Ұмыттың ба? Бүгін Уаканаху аймағына барып қайтуың керек. Қайда? Уакахуху деген жер есімде сияқты. Өзімде сонда ұшқалы жатыр едім. Шуға құқығым бар емес пе? Ол қандай жер еді? Қандай екенін білмейсің бе? Енді білесің бе? Ол былай ғой. Айтпағым биік. Биік. Уаканаху расымен де биік. Бірақ сен ойлағандай биік емес. Және... жартас секілді. Дәл солай. Тас. Сол аралдың ең қымбат қазынасы. Қазына? Дұрыс, солай екен ғой. Тасты қазына, оны білемін. Куату-туту қай жерде орналасқан еді? Анығырақ біліп алайын демем. Әрине, Питон тауының шыңында. Питон тауы? Мінекей! Тезірек барып, қармақ қол капитанға ескертейін. Бағалы тас, осы аралдың ең қымбат қазынасы, биік тауда. Оны қолға
Пісірген соң таңғы орайды естен шығарсақ та болады. Шоколадты торт жейтін боламыз. Сол да сөз бекен. Тауға ұшып барамын да, әлгі тасталам. Қасқағым сәтте келем. Жоқ, ұшуға рұқсат жоқ. Себебі олай етсең, Уаканаху сиқырлы күшін жоғалтады. Мұны барлығы да білет. Сен білесің бе? Я, мұны барлығы білет. Міне көрдің бе, бәріміз білеміз. Жақсы, барамын. Жаяу барамын, ұшпаймын. Мен Питер Пенмін. Мен жаяу жүремін бе? Күлкілі. Аралда қазда бар деймісің? Дәл солай деді. Үлкен бе? Әлгі шамамен тас секілді, я. Қасиетті тас. Аралдың соңғы қазынасы шығар. Уанана чучу. Питер Пен сол тасты алмақшы кәдімгідей. Тамаша, мені тыңдаңдар, қарақшылар. Біз енді байытын болды. Мы екеуміз әлгі тасты алып келеміз. Сол аралықта сендер Питер Пеннің жолына бөгет болуларын қажет. Кім Питер Пенді тоқтатса, сол адам байлықтың көп бөлігін алар. Әрине, менен кейін. Әрине. Бізге кірселік. Сен де менің сезгенімді сезіп тұрсың ба? Нені айтып тұрсыз? Жеңілістің исен. Бірақ мен аяғымды жудым ғой. Жоқ, Питер Пеннің жеңілісін айтам. Өйткені ол таудың шыңына баратын қысқа жолды мен ғана білем. Сондықтан, әлгі ақмақтар Питер Пенге кедергі жасап жатқанда, екеуміз осы аралдың ең керемет қазынасын иемденетін боламыз. Ал енді тыңдаңдар. Оған берген тапсырма жалған. Ол қайтып келгенше туған күн кешін ұйымдастырайық. Бұл заңға қайшы емес пе? Оған қоса, ол Питерге ұнамас. Ол бұрын туған күнін тойламаған. Сондықтан мерекенің қызықты өтетінін білмейді. Бұл аралдағы ең қызықты кеш өткіземіз. Сен тортты араластыр, оның көп сал. Ал сен шоколад жасап, жемістер жинайсың. Түсті ғой. Сен жақпамайын жаса, мен пешті қыздырайын. Ана жерге күн тізбегін ілеміз, мұнда дастархан жаямыз, және Қытай шамдарын ілеміз. Сосын гүл керек. Я, жебе жасауға қарт еменнің сабақтары керек. Я, келем. Резеңке жасау үшін ағаш шырыны қажет. Қазір тауға келем. Не боп жатыр өзі? Торт тұрған үстелді мұнда қоямыз. Мұнда не боп жатқанын айтасыңдар ма? Енді білесің бе, біз ерекше... Мына жерге кішкене тазалық жасайын дегенбіз. Мына жер қоқысқа толып кетіпті. Ұнатпайтыныңды біліп, сені шақырмаған едік. Одан да Питерге көмектессеңші. Ол питон тауына кетті. Сыңғырға ештеңе айтпа. Ол сыр сақтауды білмейді. Жарай ма? Жақсы, түсінікті. Дұрыс айтасың, Питерді іздеп келейін. Сезіп қоя жаздады. Бір нәрсе жасырып тұр. Сенімдімін. Шуға рұқсат жоқ. Питер Пенді мен тоқтататын болам. Ол осында жақындаған кезде мына ағашты оған қарай итеріп, оны жаншып тастаймын. Қазына менікі. Айтпағым капитандікі. Біраз бөлігі менікі. Армандай бер, достым. Келе жатыр. Тамаша, саусағыммен итерсем, күлі көкке ұшады. Опа. Қасиетті Одиннің ішкеуі. Ішкейімді. Башбайларым. Неткен жағымсыз дауыс өзі. Жоқ, уақыт жоқ. Лили Уакаханудың маңызды екенін айтқан. Тамаша жоспар. Неттен ақыл дедім мен. Питер Пен ешқашан бұл жолмен жүрмейді. Әрине, Питер Пенді жақсы түсінемін. Кәне, уақытты жоғалтпайық. Қазынаны бірінші болып табуымыз қажет. Ал енді,
жоғарыға шығайық. Дайынсың ба? Мінекей. Осында орналастырайық. Жарай ма? Мынау не? Ойын денені ұстап алмақшы. Ол келе жатыр. Сонымен, мына сиқырлы сусында бір тамсақ кез келген өсімдік алып өсімдікке айналады. Сосын олны орманға кіреді. Балақай өзі-ақ келіп тұзағымызға түседі. Тауық сорпасы. Апам үнемі оның суыққа әрі жарақатқа шипа пайдалы. Алдымен бейтаныс аңдар, сосын қызық өсімдіктер. Қызық екен. Қай жалғандарың бар ма? Мына жүріспен біз таудың басына ешқашан жетпейміз. Жаны бар адамдай тезірек жүрсем қайтеді, а? Меніңше бір нәрсе жетіспейтін секілді. Таңқурай қос. Таңқурай қосса несі керемет болады. Питер білмейде қалады. Қайнатып жатқан сусынның дәмін жасырмақшы. Аха! Демек олар Питерге у дайындап жатыр. Питер пенге мына мен тос қауыл боламын. Дәлділік, ұқыптылық, ептілік керек. Жоспарым қандай керемет. Жақсы, баста. Тегіздің. Керемет, бұл Питерге ұнайтын болады. Жоқ, енді қарума жоспарларының күл-талқанын шығарам. Қане, тарт Смей мырза. Тарт, тамаша. Қане жалғастырайық. Тез, жылдам. Әлі жеткен жоқпыз. Сәл ғана қалды. Бұл не? Бұл қалай болғаны? Оны мықтап байлағанмын. Питер келгенше бәрін қайта жасауға уақытымыз жоқ. Сұмдық-ай. Не болғанын білетін секілдімін. Осы ғой деймін. Пагадуду. Капитан, жеттік қой деймін. Жеттік бе? Шаршап кеттім. Қазынам! Мұның несі ерекше екен? Кәдімгі тас қой өзі. Қызық екен. Міне саған у қосқан торттарың. Аха! Мына жерді бүлдірген кім екенін таптым. Ал таптың, маған бәрібір. Есесіне Питерді құтқардым. Бұл туған күнге арналған тосын сый ғой, сыңғыр. Туған күн бе? Дегенмен туған күнді өте жақсы көрем. Маған неге айтпадың? Бәріне өзің кінәлсің ойынде. Қайта жасауға болады. Бәріміз атсалсақ, жоспар іске асады. Ал сен, сыңғыр, бізге көмектес. Неткен ақымақ едіңдер. Аралдан тауға дейін өзім өрмелеп шықтым. Ал сендер тіпті кішкентай баланы ұстай алмадыңдар. Қазынамнан айырылғым келмейді. Яғни қазынамызда. Бұлай болмайды. Питер тасты бізге сыйлайды. Әйтпесе достарының сазайын береміз. Сазайын береміз. Әкелдім, міне әлгі тас. Питер! Иә, рахмет. Мойындаймын, оңай болмады әйтсе де. Оны алдым, құпия тас. Міне, уакакубуму. Жоқ, Питер. Біз бұл тасқа емес. Сенің туған күніңе қуанып.
Қарақшыларды шақырдың ба? Оны білмедім. Қазынаны бер, Питер Пен. Джон, ұста! Қарақшының сазайын берейін. Қазына менікі. Қазына анада. Тос менікі. Жеңіс бізде! Басында капитанда! Кемеге қайтамыз! Насым, қуып жетемін қазір. Қап, әттеген-ай, тасқа бола өзін қатерге тікпекші. Питер, тоқта өтінем. Бірақ, әлгі уатшу ше? Ұмытоны, Питер, қане кері қайт. Енді ол, осы аралдың ең үлкен қасиетті тасы Кануанатуду. Ол жай ғана тас, Питер. Саған тосын сый жасау үшін әдейі жібердік. Иә, енді кеш. Жоспар бұзылды. Сен дұрыс айтасың. Туған күн жаман екен. Егер туған күн осындай болса, тамаша ғой. Мен ешқашан бұлай көңіл көтермеген. Торт лақтыру соғысудың керемет әдісі. Туған күнімнің болмайтыны өкінішті. Неге? Неге Менің болмайды? есейгім келмейді. Сондықтан мәңгілік бала болып қаламын. Туған күнім тойланбайды. Әйтпесе есейіп кетем. Анам секілді жаса. Ол мәңгі 29 жасында қалған. Майкл, не? Ол өзі солай деді. Рас па? Олай да бола ма? Енді әрине. Сағымдар елінде ондай заң жоқ. Сондықтан қай жаста болуды өзің шеш. Иә, бұдан бұлай туған күнді тойлауға рұқсат беремін. Енді туған күн кешінен ешқашан қалмайын. Қазынаны маған көрсет, ғажаптас. Сөйле дедім. Меніңше біраз алдын көрсетсек айтып береді. Жоқ, мұны біраз айналдырсақ құбылнама секілді бағытты көрсететін болады. Менің ойымша, бұл тас гауһарға толы үңгір қақпасының кілті. Уэнди, Майкл қайда? Неге жалғыз тұрсың, Майкл? Барлығымыз сені күтіп отырмыз. Сайқымазақ та келді. Қызық емес. Мұндайға қызғатындай бұрынғыдай бала емес екен. Оған сайқымазақтың орнына бір топ қарақшы және тортпен атысатын соғыс керек. Туған күніңмен, Майкл! Фильмді ағылшын тілінен аударған Индира Әбілқасымова. Дубляждың режиссерлары